Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жентін жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал іске сәт. Алдымен бидайымызды жақсылап жуып аламыз. Оны сорғытып, осылай табақтарға бөліп салып қоямыз. Біз оны терезенің алдына қойдық. Күн сәулесімен тезірек кепсін деп. Күніне бірнеше рет осылай арасын ашып, қопсытып отырамыз. Міне осы екі табақта жақсылап кепкен бидайымызды қызып тұрған табаға, қазанға салып, ақырын қуыра бастаймыз. Абай болыңыздар, өйткені бидай тез күйіп кету мүмкін. Мен ыңғайлы болсын деп осындай ағаш қасықпен араластырып отырмын. Қуырылып болған соң мен бидайды осындай кофемолкамен ұсаттым. Бірнеше уыс салып, алдымен тексеріп алдым. Көп уақыт алмайды. Міне қараңыздар, қалай ұнтақтап шықты. Осылай бүкіл бидайымызды ұсатып аламыз. Мен жентке қант емес, қант ұнтағын салғанды ұнатам. Май қосса да кейде ермей қалатын кездері болады. Сол себептен қантты ұнтақтап алдым. Қажетінше қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Жентін жасалу жолдары өте көп. Мен осы жолды сгущенка қостым. Кейбір рецептерде жылқы майы мен қой майын араластырып қосады. Осы жол сгущенкаға мен сары май қосатын болдым. Әдемілік үшін жаңғақтар немесе мейіз өрік қосуға болады. Мен ұсынша келген мейіздерімді осылай турап салдым. Тым ірі болып көрінді. Міне сары майымды ерітіп, жаңағы сгущенка мен мейізге қосып отырмын. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Әдетте мен осындай сары майды қосқаннан кейін шамал уақыт ұстай тұрамын, өйткені бидайға сіңгенін күтемін. Жақсы бірігу үшін мен осылай қолмен араластырып шығамын. Шамалы дәмін көреміз. Егер қанты сізге аз болып көрінсе, тағы да қосуыңызға болады. Сонымен қатар кейбір рецептерде осы талқанға, бидайдың ұнтағына печеньені салып жатады. Осы жолы мен тек таза бидайдан жасадым. Осындай пакетке жаңағы жентімізді салып шығамыз. Егер сіздерде силикон формалар бар болса, соған да салуға болады. Жақсылап тегістеп, біріктіріп, пакетімізді дұрыстаймыз да тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне жентіміз дайын. Әбден майы қатқаннан кейін бөлшектерге бөліп, ыдысымызға салып, шай ішуге болады. Егер силикон формаларыңыз болса, осылай да жасап қоюға болады. Мен кекс формаларына салып қатырып алдым. Осы рецептпен жент жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі тез, дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Аз болсын.